Шие бұл дәмді әрі пайдалы жидек, ал шілде айы шие маусымының ең қызған шағы. Сондықтан қазір шиені барынша пайдаға жарату керек. Шие бұл күшті антиоксидант. Сонымен қатар оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Ол ұйқысыздық пен буын ауруларына көмектеседі. Бір шынаяқ шие құрамында 90 килокалория, яғни жеткілікті мөлшерде жасұнық, А және С дәрумені бар. Шие маусымы мамыр-шілде аралығы. Осы уақыт ішінде сіз оны тұтынып қана қоймай, мұздатқышқа салып жыл бойына шие сақтап үлгеруіңіз қажет. Егер бұл сізге қажет екеніне күмәніңіз әлі де бар болса, онда шиенің пайдалы қасиеттері туралы тыңдай отырыңыз. Сіздермен бірге Жанға Дауа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздердің кішкентай ғана қадамдарыңыз бізді одан сайын шабыттандырады. Басқа жемістерге қарағанда антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар теріні қартайтатын еркін радикалдармен ағзаға күресуге көмектеседі. Бұлшық ет ауруы азаяды. Зерттеушілер жарты кесе шие немесе бір стакан шие шырыны бұлшық еттің қабынуын азайтады деп сендіреді. Дұрыс ұйықтауға көмектеседі. Шие мелатониннің, яғни адамның ішкі сағатын басқаратын ұйқы гормонының жалғыз табиғи көзі. Сондықтан шие шырынын оянғаннан жарты сағаттан кейін және кешкі асқа 30 минут қалғанда ішу керек. Осылайша мелатонин гормонының өндірісі арта түседі. Шие жүрекке пайдалы. Шие құрамында калий көп. Ол жүрек соғу жиілігін және қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар гипертония қаупін азайтады. Буындар қабынғанда көмектеседі. Шие шырынын 3 апта бойы күніне 2 рет қабылдағаннан кейін ісінген буындардағы ауырсыну айтарлықтай азаяды. Жүкті әйелдер үшін ежелгі бір нанымға сүйенсек, жүктілік кезінде шие жеген әйелдер сау балаларды дүниеге әкеліп отырған. Бұның шие құрамында қаназдықтың алдын алуға қажет көп мөлшерде темір болғандығымен байланыстыруға болады. Жүрекке жағымды әсер етіп, артық салмақтан қорғауы, әрі қартаюды баяулатуы шие сүйетіндердің жас көрінуіне ықпал етеді. Сол себепті шие маусымын өткізіп алмаңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.